Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазір сіздерге ешбір туристік агенттік айтпайтын, ешбір бай блогер бөліспейтін топ-секрет құпияны ашатын боламын. Жалпы саяхатқа шығу үшін бізге ешқандай миллиондар керек емес. Бізге тек миымызды дұрыс бағдарламалау ғана керек. Мен қазір картамда 0 теңге бола тұра тек медитация мен ой күшімен қалай ең алғаш 2019 жылы Түркия еліне билет алғанымды айтатын боламын. Бұл ешқандай да сиқыр емес, бұл таза психология мен нейробиология. Мені дұрыс түсінбей қалуларыңыз мүмкін, бірақ та сіздерге айтарым, саяхат ақшадан емес, ең бірінші біздің басымыздағы ойдан басталады. Қазір мен осы топ секретті нақты түсіндіретін боламын. Саяхатқа шығу психологиясының негізгі 4 құпиясының алғашқысы бұл қажылық блог емес, географиялық блог, яғни миды алдау. Жалпы көп адамның миы саяхат тең миллион теңге деген формуламен қалыптасып қалған. Ми автоматты түрде бұл мақсатты қол жетімсіз деп таниды, яғни мүмкін емес деп таниды, және де оған белгілі бір энергия бөлінбейді. Жалпы бұның психологиялық шешімі миды кішігірім қадамдармен алдау керек. Яғни бүгін өз қалаңыздан немесе өз үйіңізден 50 шақырым жердегі бір әдемі орынға барыңыз. Келесі айда одан да 100 шақырым жердегі немесе көрші қалаға барып миды алдау керек. Яғни мен саяхаттап жүрмін, бұл қауіпсіз әрі оңай деген сигналды қабылдағанда шетелге шығу жолдары мен мүмкіндіктері сияқты жолдар, яғни сыйлықтар, арзан билеттер немесе бір проекттер өздігінен ашыла бастайды. Екінші құпиясы бұл радар эффектісі деп аталады, яғни визуализация мен медитация неге жұмыс істейді. Жалпы біздің миымызда ретикулярлы белсендіру жүйесі деген сүзгі бар. Яғни біз неге фокус қойсақ, өмірде соны ғана алатын боламыз. Егер сіз тек ақша жоқ десеңіз, миыңыз тек қымбатшылықты ғана көретін болады. Бұл радар эффектісінің психологиялық шешімі медитация болып есептеледі. Күнде таңертең 5 минут көзіңізді жұмып, өзіңіз қалаған елдің, мысалы Түркияның теңізінде немесе Дубай, Париж көшесінде жүргендей сезініңіз. Яғни денеңіз сол жердің ауасын, толқын дауысын сезінуі тиіс. Осыдан кейін сіздің радарыңыз іске қосылады. Сіз кездейсоқ әлеуметтік желіден жеңілдікпен тұрған билеттерді немесе шетелге шығу мүмкіндіктерін кездестіріп қаласыз. Яғни медитация бұл ақшаны аспаннан жаудырмайды, бұл біздің миымыздағы, ми радарындағы блокты ашатын болады. Мен ең алғаш саяхатымды осы Түркия елінен бастаған болатынмын, және де осы техниканы жасадым, яғни медитация арқылы. Түркияға барардың алдын мен ол қандай ел, оған қалай баруға болады, қандай әдемі жерлері бар сияқты зерттей бастадым, және де YouTube каналындағы Орел и Решка бағдарламасын үнемі қарайтын болдым. Яғни медитацияның күші арқылы өзім барғым келген елге мен ең қысқа уақытта ең әдемі саяхатымды жасап келген болатынмын. Саяхатқа шығудың келесі үшінші құпиясы бұл жетіспеушілік психологиясынан жеткіліктіге өту. Яғни менде ақша жетпейді деп жиналған ақша ешқашан саяхатқа бермейді. Ол міндетті түрде үйдің жөндеуіне немесе басқа да бір жағдайларға кетуі мүмкін. Неге? Өйткені сіз жетіспеушілік энергиясындасыз. Жетіспеушілік психологиясынан жеткіліктіге өтудің негізгі шешімі бұл саяхатқа арнап бөлек шот ашу, яғни копилка ашып, оған әлемді тану қоры деген сияқты ат қойып, аптасына ең құрғанда 2000-5000 теңге салып тұру қажет. Яғни бұл жерде сома маңызды емес, маңыздысы біздің миымызға мен саяхатқа ақша бөле алатын адамын деген сигнал жіберу. Келесі төртінші құпиясы бұл қорқыныштың артына жасырынған ресурс. Бізде адамдарда шетелде адасып кетсем қайтемін, тіл білмеймін ғой деген сияқты немесе басқа да бір қорқыныштар болады. Бұл ешқандай да қорқыныш емес, бұл жайлылық аймағынан, яғни комфорт зонадан шығудан бас тарту. Бұның негізгі психологиялық шешімі бар. Жалпы психологияда ең нашар сценарий техникасы бар. Осыны қолданып көрсеңіздер болады. Яғни өзіңізде шетелге шығуға қандай да бір қорқыныштар болса, осы техниканы пайдаланып көріңіздер. Яғни өзіңізден сұрайсыз: мен Париж немесе Дубай көшелерінде адасып кетсем, ең сорақысы не болуы мүмкін? Асықпай ойланыңыз, ми сізге осы сұрақтың жауабын тауып беретін болады. Яғни шешімі полиция көмектеседі немесе Google аудармашы бар, және де ол жақта біздің елшілік бар. Осы қорқынышқа ми жауап тапқан кезде, яғни қорқыныштың көзіне тік қарағанда, ми оның соншалықты қорқынышты емес екенін түсініп, саяхатқа рұқсат беретін болады. Осы техниканы жасап көріңіз, және де мен сізге қазір 10-15 минут жасалатын саяхатқа рұқсат практикасын беретін боламын. Саяхатқа шыққым келеді деп, бірақ әйтеуір бір жолы түспей жүрген жандар, бұл да бір біздің бейсанамыздағы шектеуші программаның әсері. Сол үшін сіздерге қазір саяхатқа рұқсат практикасын беремін, жасап көріңіздер. Саяхатқа рұқсат практикасы. Бірінші, 2 минут денені босату. Ешкім кедергі жасамайтын жайлы тыныш жерге отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. 3 рет терең тыныс алыңыз. Ішіңізден айтыңыз: қазір мен өзіме саяхатқа рұқсат беремін. Екінші, ішкі кедергіні анықтау. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Жауапты ойлап емес, сезіп тыңдаңыз. Мен неге әлі саяхатқа шықпай жүрмін? Қорқыныш па? Ақша ма? Балалар ма? Біреу ренжиді ме деп қорқамын ба? Осы сәтте келген ой сіздің ішіңіздегі шын кедергі.
Сондықтан осы аффирмацияларды күніне 1-2 рет міндетті түрде қайталау қажет. Мен әлемді көруге лайықпын. Саяхат мен үшін қауіпсіз. Әлем мені қуана қарсы алады. Мен жолға шығуға дайынмын. Мен өз өмірімнен ләззат алуға рұқсат беремін. Ақша мен мүмкіндіктер саяхат үшін оңай табылады. Мен шекарадан еркін өтемін. Әр сапар мені байытады. Мен өзіме сенемін. Әлем маған ашық, мен әлемге ашықпын. Үшінші, өзіңе рұқсат беру. Оң қолыңызды жүрекке, сол қолыңызды ішіңізге қойыңыз. Айтыңыз: мен өзіме өмірден ләззат алуға рұқсат беремін. Мен саяхаттауды қауіпсіз сезінемін. Әлем мені қолдайды. Келесі 4-ші, көз алдына елестету. Өзіңізді елестетіңіз. Әуежайдасыз. Чемодан қолыңызда. Билетті ұстап тұрсыз. Ұшаққа кіріп бара жатырсыз. Осыны 4 минут бойы елестетіңіз. Қай елге бірінші ұшқыңыз келеді, сенімді жазыңыз. Маңыздысы еркіндік сезімі. Көп адам саяхатқа ақша жоқтан емес, өзін бақытты болуға іштей тыйғаннан шыға алмайды. Сондықтан да өзіңе рұқсат беруді үйрену керек. Осы техниканы бірнеше рет жасап көріңіз, сізге көмегі тиеді деген ойдамын.